Мінекей біз тоқып алып келдік, 8 қылып, иә. Енді әрмен қарай әрмен қарай мынау жаңа ең бастапқы жердегі біріктірген жеріміз, біз бұл жердің үстінен жартылай ілмекті бағанмен мінекей жартылай ілмекті бағанмен әрмен қарай осылайынан тоқтырып алып келеміз. Қалай біз мына жақтың бәрін жартылай ілмекті бағанмен тоқыдық. Яғни полустолбик накидым. Полустолбик накидымды мен жартылай ілмекті баған деп атаймын. Осылайынан ешқандай арттырусыз, ешқандай кемітусіз, ешқандай өзгеріссіз осылайынан толықтырып, айландырып, мына осы жерге дейін тоқып алып келесіздер. Одан кейін әрмен қарай қалай тоқитынын көрсете беремін. Айландырып алып келдік қой, енді осы шетте қараңыздар, соңғысын тоқымай осы шеттемін. Біреу аламыз да аяқтамаймыз. Келесі естеріңізде болса, біз мына жерде 8 жасағанбыз, мына жерде де 8 жасауымыз керек. Соның біріншісін мінекей осылайынан аяқтамаймыз да, үшеуін басын біреу қылып шығарамыз. Қысқарту жасаймыз, иә. Одан кейін 2 3 4 солай арасына кіргізіп 8 қылып шығарыңыздар. 5 6 7 және соңғысы түйіншектің басына енді әрмен қарай осы 8 алғанның үстінен бастырып 8 алдын қатарда алып еттік қой, соны бастырып жалғастыра береміз. Мына жерде енді тура жаңағы соңғысын аламыз да. Мына жерде біз ана бастапқыда қысқарту жасадық қой мына жағынан. Сол сияқты мына жақтан да қысқарту жасаймыз. Келесі басын. Екеуінің басын бірдей қылып шығарамыз. Сонымен қысқарту болады. Мына шетінде қысқарту болды, мына шетінде қысқарту болды. 2 қысқарту болды. Енді ары қарай ешқандай қысқартусыз, өзгеріссіз. Мінекей осылайынан жартылай ілмекті бағанмен
тоқып қайтадан айландырып алып келесіздер, ешқандай қысқартусыз, өзгерусіз. Мынау біз жаңа қысқарттық қой, сол жерге дейін тоқып айландырып алып келіңіздер. Одан кейін әрмен қарай қалай тоқитынын көрсетемін. Мінекей айландырып тоқып алып келдім. Турана біз қысқарту жасадық қой, сол жерге дейін. Сол қысқарту жасаған жерді аттап өту керек болады. Яғни біреуін тастап, келесісіне тоқу керек болады. Яғни біз жаңа қысқарту жасағанның прям үстінен өтесіз де, аттап келесісін жалғастырып тоқып кете бересіз. Тағы да біреу тоқыдық, екеу, үшеу, төртеу, бесеу тоқимыз да. 6 мен 7-ні қысқартамыз. Қалай қысқартамыз? Ілмексіз біреу аламыз да, келесінде ілмексіз біреу алып, ортасын үшеуін біріктіріп, осылайынан қысқарту жасадық. Одан әрмен қарай тағы да біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Мына жағынан бесеу тоқыдық. Бір, екі, үш, төрт, бесеу тоқыдық та. Қысқарттық. Одан кейін мына жағынан алтау тоқыдық. Мына қысқаруға келіп жеттік. Қысқарудан аттап өтеміз де. Әрмен қарай осылайынан тоқып ешқандай қысқартусыз, арттырмасыз тоқып жалғастырып кете береміз. Айландырып мына жағынан тоқып алып келеміз. Турана сол жаңа қысқарту болған жерге дейін. Мінекей осындай дөңбекшік болып шығып келеді, иә? Сізге көрініп тұр ма? Осылайынан айландырып тоқып алып келеміз. Одан кейін кездесеміз тағы да. Айландырып тоқып алып келдім. Енді осы жерде қараңыздар. Мына аттап өткен жеріміз бар ғой, біздің алдыңғы қатардашы. Иә, мына жерден аттап өтіп еді ғой, соның үстінен қайтадан аттап өтеміз. Получается, біреу қалдырамыз да, келесіне біреу, екеу, үшеу, төртеу, екеу, үшеу, төртеу да. Жоқ, бесеу тоқыдым. Аттап өткеннен бері біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бесеу тоқыдым. Енді 6 мен 7-шісі қысқарту. Қайтадан біреу, екеу, екеуін басын біріктіріп, үшеуін шығардым. Қалғандары біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мына жағынан төртеуге келдік, иә, мына ортасына жаңағыдай қысқаруды қысқартқан жеріміз бар ғой, аттап өткен тура сол жерден
қайтадан біреуін аттап өтіп әрмен қарай жартылай ілмекті бағанмен жалғастырып кете береміз. Тура жаңағыдай айландырып алып келеміз қайтадан. Сонда қараңыздар, мына жағынан 5 болса, мына жағынан 4 болды, иә. Тағы да бір қатар толықтырып айландырып алып келеміз. Мына жағынан санағанда біз міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тоқыдық. Енді 10-шысын тоқиын деп жатырмыз. 10-шысын тоқимыз, сосын тағы да бір қатар, 11 қатар, сонымен тоқымамыз біздің аяқталынады. Достар, мен ұмытып кетіппін, мұнда 10-шысын тоқып атасыздар ғой, мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, иә. Соңғы қатарын 10-шысын тоқып атқан кезінде қойыңыздар, ортасын осылайынан табасыздар. Сол ортасынан мына ортасы делге, ортасын таптық делік. Енді мына екеуі қысқару болады, екеуін қалдырамыз, одан кейін екеуі қысқару болады, екеуін қалдырамыз, екеуі қысқару болады. Міне тура мен қысқаруларға келіп жеттім. Қараңыздар, сонда каждый екеуден кейін қысқару болып отырады. Сонда оны қалай жасаймыз? Яғни аламыз да, міне ілмек қылып алып, біреуін алдық, аяқтамадық. Келесін әшейін ілмексіз аламыз да, үшеуін басын біреу қылып шығарамыз. Одан кейін қалған екеуін жартылай ілмекті қыламыз да. Біреу, екеу. Мына екеуін қысқару жасаймыз, яғни біреу, келесін осылайынан алып, екеу. Одан кейін екеуі жартылай ілмекті бағанмен, екеуі қысқару. Біреу, екеу. Сонымен 3 қысқару болды. Ортасында біреуін алып тастаймыз да, біреу қалады. Ол біреуін жалғыз өзін әшейін тоқимыз да, одан кейін келесі екеуі уже қысқаруға кетеді. Біреу, екеу. Қысқарттық. Келесі екеуі өздері жай тоқылады. Келесі екеуі қысқару. Біреу, мінекей. Екі қысқару болды, иә. Енді үшінші қысқару. Так, мына екеуі өздері тоқылады. Біреу, екеу. Келесі екеуі қысқарады. Сонымен 6 қысқару болды. Ол бізге не үшін керек? Ол мына осы тапочки созылып кетпес үшін, өзінің жаңа аяққа киген кезде размерін ұстап тұру үшін мен осындай қысқартуларды осы аяғында жасаймын, бас жағында өзіміз жасап келатырмыз, иә. Соларды жасаймыз, сонымен сондай қысқарту болады. Енді осы 6 қысқарудан басқа қысқару болмайды. Жаңа біз аттап кететін бар ғой мына жерде. Сол аттап кететін жерге дейін тоқып алып келіңіздер. Сонымен осы қатармен аяқталынады. Айландырып тоқып алып келдік. Енді қараңыздар, мына шеткені біреуін тастап кететін жер бар ғой. Сол жерге келдік, иә. Мына жерде қарап отырсаңыздар, кішкене өзі қисықтау болып білініп тұр, иә, міне. Мына біз мына ортасында тура жасайтын едік қой, қысқарту. Тура сол қысқартуға дейін, яғни міне қараңыздар, мына аттап өтетін жерден біз уже жартылай ілмекті баған емес, ілмексіз бағанмен біреуін тастап, сол біреуін тастап кететін едік қой.
сол біреуін тастап, келесіне осылай ілмексіз бағанмен 1, 2, 3, так 4 и соңғысы 5. 5 жасаймыз да, мына қысқарту жасап тұрған жеріміз бар ғой, тура соның үстіне келіп мінекей. Сонда бірдей болады да, мына былайынан көрініп тұр ма? Иә, мына кішкене бірдей болды. Енді осы шеттен аяқтаймыз да. Мына жібімізді кесіп, аккуратно мына қазана несін тігетін боламыз, соның астына жасырып жібереміз, былай тартып. Осылайынан үсті жағынан жасырып жесеңіздер болады. Қазір бәрі біз үстіне тігетін боламыз ғой, әшекейін. Сол әшекейін тіккен кезінде байқалмай кетеді.